Қазір сен 10 немесе 11 сыныпта оқисың. Болашақта тапсыратын ұбытыңды өте қатты уайымдайсың. Бәлкім грантқа түспей қаламын. Бәлкім ата-анамның үмітін ақтай алмай қаламын. Ал мектептегі мұғалімдер сені ұбытыға дайындаудың орнына тек қорқыта береді. Бәлкім осы уайым мен қорқыныштың арасында сенде ұбытыға деген дайындалатын уақыт өте аз қалды. Сен жалғыз емессің. Біз Пробио мектебі саған қалай көмектесу керек екенін білеміз. Сәлем, менің есімім Малика, және мен биология пәні мұғаліммін, және Пробио курсының негізін қалаушымын. Осы күнге дейін 7200-ден астам оқушы оқытып, олардың 92% грант иегері атанды. Алдыңғы оқу жылы біздің 451 оқушымыз общий медицинаға Қазақстанның ең топовый университеттеріне грантқа түсті. 2023-2024 оқу жылы біздің оқушыларымыздың биологиядан орта балы 38 болды, және де біз 350-ден 50 балл алған рекордсменді шығардық. Сен де өзіне дәл осындай нәтижелерді қалайсың ба? Ендеше Пробио курсының 10 артықшылығын қара. Кеттік. Біріншісі, Пробио мектебі бұл биологияға 0-ден бастап 6 ай ішінде толығымен 45+ балл алуға мүмкіндік беретін мықты система. Мектептің 6 жылы мен 12 биология кітабын біз қысқа видео сабақтарға енгізіп, оқушыға түсінікті адами тілмен түсіндіріп бердік. Үшінші, уақыттың 80% үнемдейтін дайын конспекттер. Біздің видео сабақтарымызды қарап отырып, біздің әдемі конспектіміздің бос жерін толтырсам болды, сен бүкіл информацияны күшті меңгеріп аласың. Жазуымды түсінбей қаламын, белгілі бір информацияны түсірмей қалдым деген сенде қорқыныш сезімі болмайды. Төртінші, әр сабақтан кейін өзінің білімінді тексеру үшін сен 50 сұрақтан тұратын тест тапсыратын боласың. Тест тапсырмалар бізде А, Б, С деңгейлі болады. Дәл осы арқылы сен өзіңнің қалай сабақты түсінгеніңді тексере аласың. Бесінші, осының барлығы біздің өте ыңғайлы және де әдемі платформамызда орналасқан. ОБТ-дан биологияға дайындалуға арналған материалдардың барлығы бір жерде. Саған басқа жерге барып өз уақытыңды құртудың қажеті жоқ. Алтыншысы, біздің платформамыздағы прогресс шкаласы. Дәл осы прогресс шкаласында сен неше бөлім өттің, неше сабақ өттің, грант ұбытысына неше күн қалды, және де өзіңнің потогындағы оқушылармен жарысып оқи аласың. Күнделікті тест тапсырмаларын тапсыру арқылы, конспекттерді өткізу арқылы сенің рейтингін ауысып отырады. Жетіншісі және де ең маңыздысы, ол Пробио мектебінің кураторлары. Кураторлар оқушылармен жеке-жеке жұмыс жасап, олардың үй жұмыстарын жеке тексеріп, кері байланыс береді. Сендермен бірге 24/7 байланыста болып, мотивациялар мен дисциплиналарында қадағалайтын болады. Және аптасына бір рет өтілген тақырыптар бойынша ауызша зачет алып, сенің біліміңді өте мықты бекітіп береді. Сонымен қатар қызықты курчастар өткізеді. Сау болыңдар балапандар. 8-ші, Малика апамен бірге аптасына 2 рет Google Meet'та кездесу. Біреу бізде тест талдау, біреу бізде сұрақ-жауап сабағы. Именно осының арқасында оқушылар өздерінің түсінбеген сұрақтарын менен бетпе-бет сұрайды, ал мен оларға жауап беремін. 9-ші, жұптық жұмыстар. Пробио курсындағы оқушылар жұптық жұмыс жасау арқылы өзінің оқыған информациясын одан бетер бекітетін болады. Өйткені биологияда оқығанда ауызша қайталау ең маңызды бөліктердің бірі болып табылады. Жұп болған кезде сендер бір-бірлерінің мотивацияларында қадағалап, оқуларында тастап кетпеулерінде қадағалайсыңдар. Сонымен қатар курста оқып жүрген оқушылар жұп болу арқылы дос болады, кейін достықтары универде жалғасады. 10. Пробио бұл биологтардың Қазақстан бойынша ең мықты ортасы. Біздің кураторларымыздың оқушыларға ұйымдастыратын онлайн кураторлық сағаттарынан бөлек, біз Пробио командасы Қазақстанның әртүрлі қалаларына барып, оқушыларға офлайн кездесулер ұйымдастырамыз. Осының арқасында біздің оқушыларымыз тек қана онлайн емес, сонымен қатар офлайнда дос болады. Осы іс-шаралардың барлығы оқушыларға позитивті атмосфераны қалыптастырып, мықты биологтардың ортасын тәрбиелейді. Пробио бұл ұбт биологияға дайындайтын материалдары 100%-ға тексерілген онлайн курс. Бізбен бірге уже 7200-ден астам оқушы оқып, өзінің нәтижелерін дәлелдеп қойды. Сенің грантына және де жоғары балл алуына жұмыс жасайтын онлайн курсқа тіркел.